Омыртқа қазақ халқымыздың тағамдарының бірі. Біздер басқа ұлт, өзбек ұлты болсақ та, қазақ ұлтымыздың салт дәстүрін үйімізде қолданып ұсынамыз. Менің қызым Садияхан Хадиша әже бөбекжай балабақшасына барады. Барады, мен қызым? Менің қызым қазақ тілінде сөйлей алады, тақпақтар жаттайды. Ой, өрнегіні тікеміз. Қызым қара, қоржын тікеміз. Шырайлы шығады, Жібі бар екен, Мама қара, күшті, әдемі қоржын тігіп жатыр әжеміз, көрдің ме? Үйренеміз бе? Қызым, шырайлы шығады. Ой, қазақ ойыны тікеміз. Біздер өзбек халқы, қазақ халық дәстүрін отбасымызбен ұстанамыз. Біздің балаларымыз қазақ мектебіне барады. Сол жерден қазақ тілін жақсы меңгеріп, үйреніп алған. Қазақ халық дәстүрін біздер де тойлаймыз. Өйткені қазақ халқымызда Наурыз мерекесі, айт мерекесі, Құрбан айт мерекелері бар. Олар біздің өзбек халқымызда да ол мерекелерді тойлап атап өтеміз. Менің қызым қазақшада тақпақ жаттаған. Қане айта көрші, Садия. Аю орта батата, екі қолы атата, апата, турата, юқа бата. Береке, атаның жүрсе тілеушің болып, үйіңде мереке. Ей, жан-жарың жүрсе жалауың болып, ұл-қызың жүрсе жаныңда. Сен бақыттысың, осы айтқан менің отбасың барыңда. Отбасы қымбат әрбір адамға, ол жайлы ойлар әрбір адамда. Отбасы байлық саған мағанда, солармен өте уақытың. Жаныңа жақын жан деп білетін, амандығыңды ойлап жүретін, қуанышыңды тойлап жүретін, отбасы сенің бақытың. Отбасың аман болса мың бақыт, қазыналы үй береке. Атаның жүрсе тілеушің болып, үйіңде мереке. Ей,